Әдетте 16 желтоқсанда белсенділер билікке сын айтып алаңға шығады. Полицияда белсенділерді бақылауды күшейтеді, кейбірін ұстап уақытша қамауға алады. Алматылық белсенділер жақында Украинадағы соғысқа қарсымыз және Қазақстан ұжымдық шарт ұйымынан шығу керек деген талаппен митинг өткізуге өтініш берген, әкімдік ескерту беру ережесі бұзылды деп рұқсат етпеді. Алматыда азаматтық белсенді Есенбай Ходжиев үкіметті отставкаға жіберу керек деп бір адамдық пикет өткізді. Орталық стадион алдында плакатын жайып тұрған белсенді сөзінше, премьер-министр Әлихан Смайылов үкіметі елдегі қымбатшылық проблемасын шешуге қауқарсыз. Қазір халықты қымбатшылық тоздырып жіберді. Қай дүкенге барсаң, бір ғана өзімізден шығаратын заттардың да құны аспанға ұшқанын көрдік. Сол үшін қазір халықтың да деңгейіне жауап бере алмайтын үкімет отставкаға кетуі тиіс деп ойлаймын. Осыдан алдын президент жаңа Қазақстан құрамыз, жаңа Қазақстанда еститін үкімет болады деген, бірақ президент болып алып, осы үкіметті тағы да жұмыста қалдырғаны ол дұрыс емес деп есептеймін. Ходжиев пикетке шығатынын қала әкімдігіне ескерткен, бірақ әкімдік заңда көрсетілген мерзімде жауап бермеген. Плакат көтерген белсендіні әкімдік қызметкері бақылап тұрды. Смайылов үкіметін белсенді ғана емес, 3 күн бұрын президент Қасым-Жомарт Тоқаев та жұмыс істей алмады деп сынаған. Ол 2022 жылы азық-түлік 24%-ға қымбаттағанын, елде инфляция 20%-ға жуықтағанын айтқан, және бұл соңғы 14 жылда болмаған көрсеткіш деген. 14 қараша күні премьер-министр де қол астындағы министрлерге орындарыңды босатыңдар деген. Заңға сәйкес президент үкіметті өз бастамасымен ақ таратып жібере алады.